Атабыздың ақыретіне амандыққа болсын, жаратқан бейішінен жай берсін, қалған балаларына, немерелеріне саулық тілейміз. Алдында сөзді Қырғыз Республикасының президентінің Ош қаласындағы көпшілігінің орынбасары Ашықбаев Ниязбек. Қалай жұрт, мекендештер, Ош облысының халқы, айрықша науқасты туғандар, орта тоғыз жоғалтуға ұшырады. Рұқсат етіп Ош облысымыздың губернаторы Шантаев Ерчебек Нұржадиевичтің атынан көңіл айтуға рұқсат етіңіздер. Бұл атамекенге еңбек соғыстың ардагері Жолдашев Қасымбай атамыз қылын жашап, жарық үйренен өтіп көз жұмды. Бұл хабар барымыздың қабырғамызды қайыстырып, жүрегімізді сыздатып отырады. Сіздер барыңызға белгілі болғандай, Жолдашев Қасымбай атамыз 25 жылдың 25 июнда Ноқат районы Шаңқол айылында туылған. 43 жылда Ноқат районы әскери комиссариаты тарапынан соғыс майданында 154 атқыштар полкында 2 жылға көтерген. Анасы қарғары Япониядағы соғыстарға қатысып келіп, 1953 жылы 8 жыл үшін мекеніне қызмет қылып, осы службада Ноқат районына қайтып келген. Қайтып келгеннен кейін арғандай ұшық шарбада, арғайсыз қызматтарда, арғайдан жетекші қызматтарда да іштеп, негізгі ұшық шарбаны негіздегенде зор салын қосқан. Ошол өзінің жасаған жұмыстары үшін, ошол соғыстың ардагері, еңбектің ардагері, бұл атамекендік соғыстың, және ошол Японияның ту бойынша сұрағандай ордендерді, медалдарға, үлкен жетекшілігі ошолда өскен, ошол соғыстың талаларында қан кечіп келген біздің атабыздың акыркы сапарға атабызына бір қылымға тете өмір сүрген, өзіне тың чыйрақ, акылман инсан қатары баарыбыз билебиз. Жыл сайын ушу улуу жеңишти чогуу майрандап, чогуу тосуп келген биз